Сәлем баршаңызға. Бүгін осындай өте дәмді асқабақты сорпаның жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керегі бір пияз, бір сәбіз, 2 картошка, бір сарымсақ және асқабақ керек болады. Қазанымызды қыздырып, үстіне кішкене сары май салып, ертіп аламыз. Сары майымыз ерігенше пиязымызды 4 бұрыш қылып турап, қазанымызға салып, қуырып аламыз. Астын орташа отқа қойып, ақырындап пиязымызды қызартып аламыз. Енді сәбіз, картошкаларымызды осылай 4 бұрыш қылып турап аламыз. Сосын асқабағымызды да солай 4 бұрыш қылып турап аламыз. Өздеріңіздің қалауыңызша осылай турап алыңыздар. Мен осылай тез пісу үшін 4 бұрыш қылып турап алдым. Міне пиязымызда қызарып қалды. Енді үстіне картошка сәбізімізді салып және асқабағымызды саламыз. Қуырмаймыз барлығын салып, үстіне 1 шай қасық тұз салып, және суымызды асқабақпен бірдей қылып құйып, бетін жауып қоямыз. 40 минутқа қойып қоясыздар. 40 минуттан кейін бетін ашып қарайсыздар. Міне осындай болады. Суы тартылып кішкене. Және үстіне 2 қасық қаймақ салып, блендермен жақсылап осылай езіп аласыздар. Езбей ақ жеуге де болады. Бірақ мен осылай жасап көргім келді. Міне осындай болып шықты. Осылай жасап, жақындарыңызды қуанта беріңіздер және маған тіркеліңіздер. Лайк басыңыздар. Сіздермен болған Зарина.